бір боғауыз 70 жыл тозақта азап. Катық жастар көбісі барлығы боғауызды сөзден көп қолданады. То есть каждый мына мелочьтарға боғауыз айтады, білесіңдер ма? Ассаляму-алейкум амандасса боғауыз, давай десе боғауыз, қуанса боғауыз, жынданса боғауыз, андай қытығын мелочь сөзден көбі боғауызға, білесіздер ма? Асын білесіздер ма, то что бір боғауызға тозақта 70 жыл азап. Тек қана бір боғауызға 70 жыл азап, ойлашы, бір-ақ боғауызға 70 жыл азап. Енді ойла, например, мысалы, сен күніне бір 100 рет боқтайсың. 100 боқтауын тозақта 70 жыл азап. Ал андағы азап, мұндағы азап сияқты емес. Андағы уақыт сияқты өтпейді. Және де боғауыз айту ол кінә болып саналады, достар. Сондықтан жастар, қазағым, боғауыз айтпай, көптеп сөйлеуді үйренейік. Мен келесі видеода боғауызды қалай қою керек екенін айтамын. Ал сен тіркеліп қой.